Рамазан айының оразасын ұстаумен қатар күнделікті жақсы ізгі амалдармен күнін өткізеді. Көбірек мына көпшіліктің, қоғамның мүддесі, көпшіл адамдардың пайдасына көбірек жұмыс жасайтын болса сауап болады. Өйткені діннің негізгі талаптарының бірі өзара құндылықтарды жаңғырту. Ал бұл Рамазан айы құндылықтардың жаңғыруына үлкен бір септігін тигізетін. Рамазан айында жалпы әсіресе кәсіпкерлер үлкен халыққа, елге жеңілдік жасауға үлкен ниет қылса, сонымен қатар кімнің жағдайы бар, сол көп балалы отбасыларға, әлеуметтік жағдайлары төмен отбасыларға материалдық тұрғыда жәрдем беретін болса, бұл үлкен сауаптама болады. Демек, Рамазан айы біздің қоғамдағы әрбір тұлғаның бір-бірімен шынайы, бір-біріне деген мейірімін, бір-біріне деген ілтипат, ықыласын көретін ерекше ай десек те болады. Жалпы енді Рамазан айы Раббымыздың